Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге панкейки рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі керемет, жұмсақ, үлпілдеп тұрады. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментария жазуды тағы да ұмытпаймыз, достар. Керекті ингредиенттер: жұмыртқа, ұн, қант, кефир, ас содасы, сұйық май, тұз. Біріншіден ыдысымызға жұмыртқаны бір-бірлеп салып аламын. Блинчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламын. Содан кейін қантымызды саламыз. Содан кейін кефирімізді құйып, сұйық майымызды құямыз, ұнымызды саламыз. Ас содасын, тұзды салып, жақсылап араластырып аламын блинчиктің көмегімен. Қызып тұрған табаға тестімізді құямыз. Асты үстіне қарай пісіріп аламыз да панкейкіміз дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.